Баласаған куәсі бар жерде дәлелі айқын деуші еді. Бірақ қазір заман өзгерді ма, куәгері былай тұрсын, бейнежазбаға анық түскен қылмыстың өзін дәлелдей алмай далмыз. Бүгінгі хабарымызда Талғар қаласында орын алған Шерзат марқұмның оқиғасына қайта ораламыз. Неге әлі күнге дейін полиция нақты ақпарат бермеді? Шерзаттың әкесі Қаржаубайдың да кінәсі бар ма? Ішкі істер министрлігі қандай үлкен қателік жіберді және хутор бандасының мүддесіне жұмыс жасап жатыр ма? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Армағайын, эфирде ел дауысы және Талаптан Иманбай. Соңғы жаңалықтардан бастайық. 16 жасар Шерзат Болаттың ісі бойынша қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі Ержан Сәденов мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтты. Қылмыстық кодекстің 99 бабы 2 бөлігі адам өлтіру, 293 бабы 3 бөлігі бұзақылық, 115 бабы қорқыту, 432 бабы қылмысты жасырып қалу, 434 бабымен қылмыс туралы хабарламау. Ведомство басшысының дерегінше қазір қасақана кісі өлтіруге қатысты күдікпен 8 адам және қылмыс туралы хабарлама бойынша 3 адам соттың санкциясымен қамауға алынған. Бұдан бөлек қазіргі таңда тергеу жұмыстары қылмыскерлер мен жәбірленуші тарапты беттестіру және үй өртенуіне байланысты іс қозғалды. Тергеу жұмыстарының құпиялығына байланысты қорғаушылар да, Шерзаттың туыстары да ешқандай ақпарат бермеді. Бірақ мүмкіндігінше айтуға болатын ақпаратты адвокаты бізге жеткізді. Қылмыстық іс бойынша 2 апта аралығында бірталай тергеу әрекеттері өткізілді. Бұл жәбірленуші мен күдіктілердің арасында қорғаушылар мен заңды өкілдердің қатысуымен 35-тен астам беттестірулер өткізілді. Беттестіру дегеніміз не? Бұл беттестіру тергеу әрекеті. Оның барысында бұрын жауап алынған адамдардың қарама қайшылықтарын жою мүмкіндігі. Қазіргі таңда көп сұрақтар келіп түседі. Неге 2 қыз куәгер болып отыр деп. Айта кетейін, қылмыстық іс бойынша бұл 2 қыз қорғауға құқығы бар куәгерлер болып танылды. Яғни олардың қылмысқа қатысы бар деп күдіктену мүмкіндігі бар деп саналады. Қазіргі таңда құқық органдары мен қыздардың қылмыстық әрекетіне нақты заңды құқықтық баға берілуі тиіс. Ал енді Шерзаттың ісі деп алдындағы жұмысынан айырылғандарға келсек. 18 қазанда отставкеге полиция департаментінің бастығының бірінші орынбасары Серік Шалқаров кетті. Ол бізге берген алғашқы түсініктемелерінің бірінде Талғарда ешқандай тіркелген қылмыстық топ жоқ деген еді. Сондай-ақ Талғар ауданының полиция бастығы экстремизмге қарсы іс-қимыл, криминалдық полиция және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі облыстық басқармалардың басшылары орынбасарларымен бірге өз лауазымдарынан айырылды. Сонымен қатар Ішкі істер министрлігі болған оқиға таспаланған бейнежазбаны жариялады. Осының төңірегінде әртүрлі пікірлер мен дау-дамайлар пайда болды. Әріптесім Рахат Қосай Шерзат оқиғасына ешқандай қатысы жоқ, бірақ заңгер ретінде осы оқиғадағы бұлыңғыр тұстарды түсіндіріп, өзінің жеке ойымен де бөліскен қонақты студияға шақырған екен. Рахат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет Талаптан. Біз білетіндей, бұл іске қатысты Ішкі істер министрлігі брифинг өткізіп, ресми мәлімет бергенімен көптеген сұрақтар әлі де жауапсыз қалып отыр. Бүгін осы жағдайды талдау үшін студиямызға елімізге белгілі адвокат Шыңғуат Байжанов ағамызды шақырдық. Шерзаттың өлімі бойынша қозғалған қылмыстық іске адвокат ретінде қатысы болмаса да, сарапшы ретінде заңды тұрғыда құқықтық баға беруге келіп отыр. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Ендеше бірден сұраққа көшсек. Шерзаттың оқиғасын білесіз. Оқиға орнында бейнежазба әлеуметтік желіде кеңінен таралды. Содан кейін халықтың пікірі екіге жарылды. Бұл істе хутор бандасы кінәлдеп жатыр, бірақ соның арасында Шерзаттың әкесін де жауапқа тарту керек дегендер де бар. Өйткені Қаржаубайдың әңгімесінің көбісі өтірік. Мылтықты Қаржаубай алып шыққан болуы мүмкін деймін. Мен саған айтып отырмын ғой, қазір Қаржаубайды қамау керек. Қылмыстық іс бойынша Қаржаубай қамалу керек. Осыны провоцировать етіп, осы өлімге баласын алып келген Қаржаубай. Осының бәріне не айтасыз аға өзіңіз? Бұл оқиға енді қазақтың қоғамында бір сілкіндірген оқиға болды. Өйткен себебі енді жас баланың өлімі және де өте айуандықпен өлтірілген. Бұл енді тек қана бір адамға қарсы жасалған қылмыс емес, бұл қоғамға қарсы жасалған қылмыс болып, бұлай адамдардың санасында солай болып қалды.
Енді Шерзаттың тумаластарына, әжесіне, бәріне де сол қайғырып көңіл айтамыз. Енді болған іске болаттай берік болсын. Бірақ та енді бұл осы қылмыстық оқиғаны енді дұрыстап тексеріп, жаңа сотқа дейінгі тергеуді дұрыс өткізіп, сотты дұрыс өткізіп, заңды жазаларын тағайындаса ана берген азаматтарға, ол сонда бұл қоғамға үлкен сабақ болады. Ал енді жаңағы қоғамны екіге жарылады дегенде, екіге. Енді екінші, мысалға, менің ойымша, енді кез келген адам болса да, ол жас баланың, сәбидің өліміне оған ешкім қарсы келіп, оны дұрыс өлтірді деп айта алмайды. Жаңағы әкесі кінәлі екен деген сөзде, менің ойымша, бұл жерде лайықты сөз емес. Ішкі істер министрлігі брифинг өткізді ғой, журналистер. Сол кезде мен қарадым. Ол кезде қарағанда сол енді әкесінің қолына пышақ алып жүрген, соны көріп қой адамдардың айтып жүргені. Әкесіне жауапқа тарту керек деп. Бірақ та мына қылмыстық кодексте қажетті қорғану дейтін бап болады. Қажетті қорғану деген бап қалай? Өзіңнің дүние мүлкіңе, не болмаса өзіңнің өміріңе, не балаңның өміріне қауіп төніп тұрса, сен кез келген қаруды алып қорғануға хақың бар. Егер де саған қарсы шыққан адамдар сенен көп болса, не болмаса олардың қолында қару болса, ол қажетті қорғану дейді. Ол қажетті қорғанумен қолына қару алып шыққан адам ол үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Енді мен ана жерде көрдім, әкесі ол пышақты алып шыққанда алдында оның әкесіне қарсы кем дегенде 4-5 бала жүр. Үлкен жігіттер, 25 сонда үлкен жігіттер жүр. Сондықтан әкесі қолына пышақ алып шығуы, ол жерде менің ойымша, ол өзін қорғану үшін шықты. Ол жерде ол алып пышақты ешкімге сілтеген жоқ. Тек қолына ұстап шықты, бірақ та ешкімге қарсы сілтеп оны жасаған. Сондықтан ол жерде қолына пышақ алып шықты, оны қылмыстық жауапкершілікке тарту деген дұрыс емес. Ол қылмыстық кодексте қажетті қорғану деп саналады. Ал егер баласын ұрып жатқан кезде қаржобай пышақ алып шығып, оларға сұғып алғанда не болар еді аға? Практикамда болған, тәжірибемде. Мылтығымен үйіне келгенде, жаңағындай 5-6 бала үйіне келгенде мылтығын алып шығып, ішіне 2-ін өлтірген. Атқанда біреуіне тиді оқ, біреу өлді. Сосын екіншісін атқанда ол жараланды. Ана баланы қылмыстық жауапкершіліктен босатты. Өйткені келген адамдардың барлығы қарулы келді. Олардың ойында үйде үйіне қауіп төндіріп келді. Сондықтан өзінің үйіндегі тұрған мылтығымен, аңшылық мылтығымен, ол атып адамды өлтірген, ол жерде ешқандай қылмыс болып саналған жоқ. Жоғарғы сот ақтап жіберді. Бұндай біздің мына соттың тәжірибелерінде өте көп қажетті қорғану деген. Егер де баласына пышақ салғанын көріп, сол баласын құтқарайын деп барып салып алғанда, пышақты сілтегенде, ол тоже қажетті қорғану болып саналады. Егер де, бірақ ол сілтеген жоқ қой, жалпы. Егер де мысалға өзінің баласын қорғау үшін сен әкесісің ғой, міндеттісің қорғауға балаңды. Ол жерде сен ана пышақ балта болса, не болса, қолында не болса да, ана топ болып балаңды сабап атқан адамдарға қарсы оны қолдануға толық құқың бар. Сосын енді бұна жерде оқиғаның болған жері мына жаңағы Қаржаубай ғой, әкесінің аты. Қаржаубайдың ол өзінің мүлкінің алдында ғой, магазиннің алдында болып жатыр. Бұл жерде мен енді айтар едім, паркте болып жатса, не болмаса басқа бір жерде болып жатса, сол жақта Қаржаубай қолына пышақ алып жүрсе мысалға, онда мәселе басқа болар еді. Ол кезде оны бұзақылықпен іске тартуға болар еді. А мына жерде ол өзінің ауласында, өзінің дүкенінің алдында, өзінің баласын қорғайын деп шығып жүр ғой. Сосын енді мына жерде тағы бір мынандай жағдай бар. Ана баласы бірінші ұрғаның деп жаңағы кейбіреулер айтып жатыр. Енді ол кішкентай бала 16-та, 15-16-тағы бала. 15-16-тағы баланың бәрімізде баласы қарап отырмыз ғой. 15-16-тағы бала әлі ақыл тоқтатпаған бала. Ол жасөспірім деп айтады. Оларда жаңағындай енді орысша айтқанда трудный возраст дейді ғой, қазақша айтқанда бір қиын жас. Өйткені 14, 15, 16-тағы балдар әлі ақыл тоқтатпаған балдар. Олар әлі жаңағындай қызулы, олар ешқандай ақылмен жасамайды. Сол үшін оларға жаңағындай біздерде заңда былай бар, дееспособный, правоспособность дейтін бар. Сондықтан олар 16-ға дейінгі қылмыс жасаған балдардың, мысалға, өте ауыр қылмыс болмаса, жай қылмыстар жасағанда, олардың әке-шешесі жауап береді. Мысалға, енді 16-тағы бала болса да, 14-тегі бала болса да жүгіріп барып кезген адамды ұрмайды ғой. Знаешь, ол әкесін боқтаған,
солай деген әңгіме шықты ғой. Енді әкесі боқтамаса да енді қазір бір жаман сөздер бар ғой. Оралман дейді, қарақалпақ дейді, бір адамдар айтады, сондай жаман сөздер айтып кетеді. Енді жабылып, ол балаға бәрі жабылып, ұрып кішкентай баланы. Еще оны ұрғанда жай ғана ұрмай, пышақтап, еще басын жарып оның. Бұл енді менің ойымша өте айуандықпен жасалған қылмыс. Шерзаттың өліміне қатысы бар азаматтарды ешқандай ақтауға келмейді. Бұл жерде оның әкесінің пышақ алып жүргені, баланың ұрғаны бірінші, оның барлығы дейтін бос әңгіме. Ондай бола береді. Ол 2 күннің бірінде болып жатқан оқиға ол. Ол Шерзатқа қарсы жасалған қылмыс емес. Бұл қоғамға қарсы жасалған қылмыс. Яғни бұлар дейтін болмашы нәрсе қарсы келсе, олар адамдарды өмірі, өлім, ол ештеңе оларды қорқытпайды. Олар енді қатты мас емес ол жерде. Қатты мас болып болады ғой, сондай балдар болса айтуға болады, мастықпен жасап қойды деп. Ол да құтқармайды ғой заңда, бірақ та мына жерде көріп тұрсың ғой, кілең сапсау азаматтар, кілең жаңағы ақыл тоқтатқан жігіттер, қастарында ішінде қыздар да жүр. Бұлар енді көп әңгіме туып жатыр, қазір ұйымдасқан қылмыстық топ деп. Менің енді бұлай сырттай қарап отқанда, менің ойымша осы сөздің де жаны бар. Мына ұйымдасқан қылмыстық топ дегеннің айырмашылығы жай қылмыстан. Бұл ұйымдасқан қылмыстық топта торпеда дейтіндер болады. Баяғы біздер торпеда дейді. Торпеда дегенде оларды арнайы лайықты соған адамдарды таңдап алады. Мысалы бір қылмыстық топта басшылары болады. Ол басшылар жаңағы айтып отқандай полициямен, соттармен, акиматтармен өздері байланыс жасайды. Сосын жаңағы солардан кейде тапсырма алып жұмыс жасайды. Егер де олар бір-бірімен байланысты болса, не болмаса бір қоғамдық тәртіпті сақтаймын деген кавычка сондай болады. Оппозицияға қарсы жұмыстарға пайдаланады сондай бандыларды. Вот соған басшылары сондаймен айналысады. Өзінің мына қылмыстық тобынан адамдар қорқу үшін олар ауылдық жерден, мына қаладан жаңағы спортпен айналысатын жігіттердің ішіндегі ақымақ жігіттерді. Ол жерде ақылды адамдар бармайды торпедалыққа. Ақымақ сондай жаңағындай тек өлтір десе өлтіреді, ұр десе ұратын сондай ұрдажық жігіттерді жинап алады торпеда деп. Вот соларды сосын олар жаңағындай анау-мынау қылмыс жасаса, оларды құтқарып отырады. Сосын мына топ жаңағы торпедалар. Бұларға тек өзінің жаңағы айтқан ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы бар ғой, сол не айтса сол заң. Ал ана қалған үкімет, полиция, заң, олар үшін ешқандай не жоқ. Вот ең бізді қоғамда қауіпті сол. Мысалға, олар дейтін кез келген болмашы нәрсеге бола, кез келген адамды өлтіріп кете береді. Енді мен қазір айта алмаймын ғой, енді мен ол іске қатысып жатқан жоқпын. Ана балдардың бір болмашы нәрсеге бола 16 жасар баланың басын жарып пышақтап өлтіруі именно сол ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетіне ұқсайды. Енді әрине оның қазір сотқа дейінгі тергеуде зерттеп жатқан шығар. Зерттеп тергеп жатқан шығар. Бірақ та бір нәрсеге менің көңілім қалды. Ол азаматты енді шығарып жіберді жұмыстан, бірақ та сол азаматты айтты, жауапты қызметкер ішкі істер министрлігінің Талғарды ауданында Хуторский деген ұйымдасқан қылмыстық топ жоқ деді, тіркелген деді. Ол өте ұят нәрсе, ұят әңгіме. Өйткені ұйымдасқан қылмыстық топ ол дейтін партия емес қой тіркелетін. Ол тіркелмейді. Ұйымдасқан қылмыстық топ деп бар деп айтса жұрттар, мысалға халықтың алдында әңгіме болса, ұйымдасқан қылмыстық топ Хуторский дейтін бар десе, значит бар. Ол бұрын болған, қазір жоқ дегенде, сен бұрын болғанда, бұрын болған мысалы 4 ағайындылар бұрын болған, қазір жоқ деп айта алмайсың сен. Ешкім айта алмайды. Мысалы Ата-Бато бұрын болған, қазір жоқ деп ешкім айта алмайды. Бар шығар мүмкін. Может, олар басқаша қызмет жасап жатқан шығар. Сондықтан ана Хуторский тобының кезінде болған дейді, олар мойындайды, кезінде болған дейді. Бірақ қазір жоқ дейді. Ол болған сол кезде бүкіл жаңағы соның түгел құрамын сендеріне соттадыңдар ма, или бәрін атып тастадыңдар ма? Олар қартайып кетіп, орнына жастар келмеді ме? Мысалға, осы жағдайларын ешкім зерттеп жатқан жоқ. Керісінше, жоқ Хуторскийден тіркелген топ жоқ дейді. Енді сондай мынандай жай қарапайым халықтардан, адамдардан сондай жаңағындай хабарлама түссе, орысша айтқанда сигнал дейді ғой. Түскен сигнал сосын мына бұқаралық ақпарат құралдарында, мысалға біздің қазір айтқан әңгімелеріміз барлығы ішкі істер министрлігі сол әңгімелерде айтылған қылмыс жасалды деген сөздердің барлығын олар өздеріне тіркеу керек. РДР дейді. Тіркеу керек. Мысалға айтты ғой жаңа осы Шерзаттың өліміне байланысты Хуторский дейтін банды екен, оның бастығына енді атын айтпай қояйық, пәленше екен деді ғой. Сол адамды, сол пәленшені мына Хуторский бәрін соның қылмыстық РДР ашылу керек. Ол ашылу керекті, содан кейін жасырын тыңшылары бар жаңағы, ашық тыңшылары бар. Жақсы күшті оперлер бар, бастары жаңа күш жасайтын.
Ол жерде мына Талғардың нелері емес, ол кезде уже басқа қалалардан алып келу керек. Қызылордадан, Ақтаудан, Астанадан, басқа жақтың жігіттерін алып келіп оперлерінде осы жерде мына қылмысты жаңағы айтқан жаңағы ұйымдасқан қылмыстық топ бар деді ғой. Сол бар ма жоқ па соны зерттеу керек. Ол үшін үкіметте арнайы орган бар. Ұйымдасқан қылмыстық топқа қарсы. Кеше Тоқаев оның бастығын шығарып тастады жұмыстан. Ол жайдан жай шығарып тастаған жоқ қой. Оның себебі ол кісі де көріп отыр, мысалға. Ұйымдасқан қылмыстық топ Қазақстанда әлі жойылмай отыр. Бар. Енді бір нәрседен ғана қауіптенеміз да, мысалға, ұйымдасқан қылмыстық топ ол өзімен өзі ол қауіпті емес қоғамға да, оларды жоюға болады. Құқық қорғау органдарымен, полициямен, сотпен, КМБ-мен байланысып кетсе, яғни мафия дейді ғой, енді орысша, мысалы, итальянский мафия дейді. Ол мафия деген сөз, ол бандиттер мен полицияның бірігіп кетуі, или бандиттер мен акиматтардың бірігіп кетуі. Оны мафия дейді. Ол мафия ол қоғамға ғана емес, ол мемлекетке қауіпті. Бұл мафиямен осындай жаңағында егерде болса, мафия онымен тапты ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысу керек. Өйткені ол мемлекетке қауіп төндіретін құбылыс. Енді келесі сұраққа көшсек, аға, Ішкі істер министрлігі оқиға орындағы бейне жазбаны брифингте талдап берді. Сіз байқаған немесе Ішкі істер министрлігі жасырып қалуы мүмкін, яғни айтылмай кеткен қандай заң бұзушылықтар бар, аға? Олардың талдауына көңіліңіз тола ма? Жалпы олардың құқығы бар ма іске қатысты бейнематериалдарды сотқа дейін бақ құралдарына ұсынуға? Енді жалпы сотқа дейінгі тергеудің құжаттарын сотқа дейін жариялауға ешкімнің құқы жоқ. Жаңағы осы кешегі бейне жазба, оны айтып отыр ғой, мына жерде пышақ алып жүр, ана жерде бүйтіп жүр, мына жерде ақшасын төлепті деп жаңағы. Олардың барлығы дұрыс емес. Сол бейне жазбаны жаңағы Ішкі істер министрлігінің азаматы, жауапты қызметкер, мысалға, ол біріншіден тіпті журналист болсын, басқа болсын жариялауға құқы жоқ оның. Біріншіден. Екіншіден, ол жариялағанның өзінде де өзінің ойын айтуға құқы жоқ. Ол жерде ол айтып тұр да, мына жерде қолында пышақ бар, анау ақшаны төлеп кеткен, мына екі қыз тек қарап жүр деген сияқты. Ол мына соттың, тергеудің құпиялығы мен тергеудің несін тұжырымын, сосын соттың тұжырымын өзінше қазір айтып. Сонда өзі тергеуші, өзі прокурор, өзі сот кім бұндай құқықты беріп жүр, сонда ол кісіге? Ондай ешкім құқықты оған ешкім берген жоқ. Сосын енді біріншіден, екіншіден сол жердегі көрсетілген мәселе ол әлі талдауды қажет етеді. То есть адамдардан сұрау керек, беттестіру керек. Сосын басқа да жағдайларды зерттеу керек. Тек содан кейін ғана барып айтуға болады. Жаңа мен айттым ғой, Қаржаубайдың қолында пышақ болса, не үшін пышақ алып шықты Қаржаубайдан сұрау? Қаржаубай айтады, мен магазинімді, баламды қорғау үшін шықтым дейді, мысалға. Пышақ аналар қолда 5-6 адам келатыр дейді, мысалға. Содан кейін саралау керек. Содан кейін барып айту керек. Мына жерде қылмыс бар ма, мына жерде жоқ па. Бірден тек міне қолына пышақ алып шықты, өзі бәрін бастады деп, сосын ана бір жақында бір блогер шықты ғой, Қаржаубай соттау керек деп. Енді ол дейтін мысалға сол именно жаңағы ішкі істер министрлігінің жауапты қызметкерінің заңсыздығынан туындап отқан әңгімелер солар. Негізінде сол бейнебаянды көрсетуге ешкімге қақысы жоқ оның. Оны көрсетуге болады тек қана соттың кезінде. А сотқа дейін оларды тек қана көру керек. Жаңағы сотталушылардың адвокаты, сотталушылардың өзі, содан кейін барып жәбірленушінің адвокаты, жәбірленушінің өзі. Сосын прокуратура. Осы адамдар ғана білеу керек, сосын соның бәрін саралап, зерттеп, сосын сотқа келгенде, сот ашық болса, сонда ғана қоғам көре алады оны. Ана Бейшенбаевтың сияқты ашық болатын болса. Брифингте видеоны талдаған полиция қызметкері алдын ала өзі прокурордың, өзі соттың тарапынан сөйлеп отыр дедіңіз ғой. Енді бейне жазбаны талдау барысында, енді мұның бәрі Қаржаубайды кінәлі қылу мақсатында істелініп жатқан, яғни қоғамда сондай сана қалыптастыру емес баға? Солай ғой енді, бұл жерде енді қарап отқанда былай да, жаңағы мен қайталап айтайын. Ұйымдасқан қылмыстық топ Хуторский жоқ. Ол ондай біздің неде жоқ, бұрын болған еді, қазір жоқ. Сосын мына жерде міне Қаржаубайдың әкесінің өзі кінәлі, міне пышақпен өзі шыққан, міне баланың өзі кінәлі ұрды деген мағына ғой. Яғни бұл жерде мен тіпті былай қарап отқанда да, мысалы мен қолымда билік болса, мысалға мен қолымда билік болды дейші, мен министрмін мысалға да, министр МВД-мін. Мен аналарды бәрін жұмыстан шығарып жіберер едім. Жаңағы істеген осы жасаған адамдарды. Өйткені олар дейтін мына қоғамның айтқан сөздері бар ғой, ұйымдасқан қылмыстық топ бар.
оның аты Хуторский, оның басшысы пәленше, міне солардың адамдары мыналар келіп қылмыс жасады деді ғой. Енді олар соны ақтап жатыр да, ондай жоқ, ештеңе жоқ деп. Олар ой деп айту үшін кем дегенде, ең аз дегенде 2 ай тергеу өткізу керек қой. Енді қарап отырсақ, оның бәрін РДР-ге тіркеу керек қой аға. Қазақша айтқанда сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне. Ерден тіркеуге Хуторский бар ма жоқ па, соны бүкіл ненің жаңағы қайталап айтады, сол Талғардың милицияларын қоспау керек ол жерге. Өйткені егерде мафия болып кеткен болса, бірігіп кеткен болса, Талғардың прокуратурасы, ол үшін олар басқа жақтан адамдар алып келу керек. Мысалға да Астананың нелерін, оперларын алып келу керек, Астананың тергеушілерін алып келу керек, или Шымкенттен алып келу керек, Ақтаудан алып келу керек, жан-жақтан. Мысалға бас прокуратураның өзі жаңағы тергеу тобын құру керек, следственный группа дейді, тобын құрып, соны әкеліп жіберу керек Талғарға. Сосын Талғардың следі бүкіл милициялардың бәрін отстранить ету керек ол істен. Сосын осылардың бәрі тексеріп, кем дегенде 2 айдан кейін солар айту керек. Ұйымдасқан қылмыстық топ жоқ екен, ол қауесет екен деген сияқты. Болса, бұл жерде жаңа ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы болса, мысалы, мыналар солардың торпедалары болса, басшысы бірінші сотталу керек. Өйткені бұл жерде тек қана мына адам өлтіру бабымен сотталмау керек. Бұл жерде осы жасалған Талғардағы сол бірнеше қылмыстың бәрін біріктіріп алып, сол жерде ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы деген, ұйымдасқан қылмыстық топты құру, оған басшылық ету дейтін бап бар. Ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелігі дейтін бап бар. Осы баптармен, сосын оның үстіне убийствоны, адам өлтіруді, басқа біреулердің ішінде көп қой айтып жатқан әңгімелер. Біреудің үйін өртеп кеткен, мысалға. Мынаның да үйін өртеп кетті, оның алдында да үйін өртеп кеткен біреулердің. Сосын бір ақсақал сөйлеп айтып жатыр, мысалға. Маған жаңа бір жер дауы болған акиматпен, сол үшін маған жаңа сол Хутордың жігіттері келіп өйтті сөйтті деп. Енді солардың бәрі тексерілу керек қой. Бәрі тексерілу керек, бәрі арнайы тергеу амалдар жүру керек. Содан кейін барып 2 айдан кейін барып айту керек. Әрбір адамның сөзіне жауап беру керек. Пәленше деген айтып еді. Оған дейтін мына қорқытқан пәленше емес, оны қорқытқан тоны Алматыда тұратын, мысалы, пәленше деген. Бұл жерде мына Талғар ауданындағы жігіттердің қатысы жоқ деген сияқты. Мысалға, егерде қазақта мақал бар ғой, жел болмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Ұрынның арты уыс дейді. Мысалға, егерде жел, ондай әңгіме, мынандай Хуторский тағы сондай топтар болмаса, халық не қылады әңгіме айтып оны. Ондай адам өлтіру болып жатыр ғой кез келген жерде, мысалға. Неге мысалға Бишімбаев әйелін өлтіргенде неге айтпады, сол жерде ұйымдасқан қылмыстық топ болды деп, мысалға. Ол жерде ештеңе жоқ қой, тек қана Бишімбаевтың өзі жасады, мысалға. А мына жерде мыналардың ғана өзі жасаған, айтады ғой өзі жасады деп. Значит, мына жаңағы айтқан жігіттердің әрекеттерімен бұрынғы жасалған қылмыстардың байланыстары болып тұр ғой. Ішінде жаңа сотталған жігіт бар, бірнеше рет сотталған, ауыр қылмыстар жасайды, бірақ сотталмай кетеді қайта-қайта, мысалға. Сосын екіншіден жаңағы енді осы ұйымдасқан қылмыстық топтың жаңағы осы ұйымдасқан қылмыстық топтың басшылары деген адамдардың мысалға да енді тоже былай қарап отырғанда акиматта бұл інісі сотталады. Өзі акиматта бүкіл жаңа аппаратты басқарады. Біздерде ондай егерде ағасы інісі сөйтіп сотталып, мысалы қылмыс жасаған болса, или болмаса інісінің жаңа ұйымдасқан қылмыстық басшы дейтін болса, өмірде жолатпайтын еді акиматқа, мына басшы қызметтерге. Қазір енді білмеймін заман қалай болып кеткенін. Бұл жерде жемқорлық фактісі бар деп ойлайсыз ба сонда? Енді жемқорлықтан басқа не деп айтуға болады? Мысалға кешенді акимнен жауап алып отыр, ол азамат неге? Егерде ол адамның ешқандай қатысы болмаса, жаңағындай айтып отқан бәрі өтірік болатын болса, ол адамдар дейтін жұмыстан шығармайды ғой ешқайсысы. Мысалға қазір қанша адам жұмыстан шығып кетті? Ауданның прокурорын жұмыстан шығарып жіберді, ауданның басшысы, милиция полицияның бастығын жұмыстан шығарып жіберді, облыстың зам прокуроры жұмыстан шығарып жіберді, жаңағы айтқан азаматты акиматтан әкімнің өзін жұмыстан шығарып жіберді. Олардың барлығы егерде жаңағы айтқан қауесет өтірік болатын болса, оларды шығармайды ғой. Не қылады оларды шығарып? Олардың ешқандай кінәсі жоқ қой. Значит, сол қауесет шындық болып тұр ғой. Енді сол шындықты өздері солардың бәрін жұмыстан шығарды ғой. Бәрін шығарып жіберді жұмыстан. Олардың ешқайсысы сотқа беріп өздерін восстановить еткен жоқ, мысалға да. Бәрін жұмыстан шығып кеткеннен кейін, енді А дедің ба, енді Б деуің керек қой. Енді А деп сен аналардың бәрін шығардың ба? Мына ұйымдасқан қылмыстық тәртіпті болған жоқ мына жерде де, Талғар ауданында. Енді сол басшыларын шығардың жақсы. Енді сол жаңағы тәртіпсіздерді сен шығар шеш бәрін. Тек қана мына торпедаларды ғана соттап жіберме. Мысалы, торпеда деген қайталап айтайын, ол ұйымдасқан қылмыстық топ болатын болса, торпеда дейтін оларды орыстарда мясо дейді, ет дейді жаңағы. Мысалға, Москвадағы ана бүкіл ұйымдасқан қылмыстық топ бар ғой,
соларға тізімге бізде Алматыда да солай болды ғой. Мысалы ғана сол бізде ұйымдасқан қылмыстық топтардың торпедолары кімдер болды? Кілең ауылдан, Ақтөбеден, жан-жақтан ауылдың балдары Алматыға келеді де, оларды жаңағы айтып отқандай спортсмендер дайындайды. Спорт клубтарға апарып оларды үйретеді. Соларды жұмсайды. Оларды мысалы жақсы, оларды соттап жібергенде одан тағы да дәл сол сияқты балдарды көп қойды. Алып келеді, тағы дайындайды. Мысалға да, мысалы Талғар ауданында болсын, Алматы облысында болсын, тіпті Алматының өзінде болсын, егер де ұйымдасқан қылмыстық топ болатын болса, тек қана торпедаларды соттағаннан, жаңа 5-6 баланы соттағаннан, одан тәртіп орнамайды. Олардың орнына қайтадан келеді. Сондықтан жаңағы айтып отқандай, ұйымдасқан қылмыстық топты құрту үшін баяғы 90-шы жылдары бұрынғы президенттің жасағаны бар ғой. Жаңа бұрынғы президент тапсырма берді ғой. Бәрін алып соттады, түгел соттап жіберді бәрін. Олардың ешқайсысы жаңа сол кезде оларды жасады деген қылмысқа оларды өз қолдарымен ешкім жасаған жоқ. Өйткені олар ақсаусақтар болды. Олар жаңа айтып отқандай, ана жақтағы өзінің адамдары қылмыс жасап жатқанда, ол мына жерде КМБ-ның, прокурордың жігіттерімен кафеде отырып шай ішіп отырады ол. Тамақ ішіп, шашлык жеп отырады. Бірақ соның тапсырмасымен ана жақта қылмыс болып жатты. Яғни бизнес тонылып жатты ана жақта. Сондықтан сол кезде дұрыс шешім қабылдады. Жаңағында ұйымдасқан қылмыстық топты құру, оған мүше болу, осындай баптарды енгізді де, сосын жоғарыдан пәрмен келді. Сол кезде КМБ барлығы кәдімгідей бәрін алды да, түгелді ұйымдасқан қылмыстық топ Қазақстанда бәрін құртып соттап жүрді. Дәл сондай жағдай Өзбекстанда да болды. Өзбекстанда тіпті қатты болды. Ол жақта тіпті өлтірді барлығын жаңағы. Жаңа ұйымдасқан қылмыстық топтың басшыларын, жаңа сол кездегі президенті Өзбекстанның прямо тапсырма берді. Түркменстанда да солай болды. Сондай бізде де пәрмен керек. Сондай пәрмен болса, ешқандай адам мысалға шығып алып телевизордың алдында мен қылмыс жасаған жоқ ма, сен кімсің деп мысалға өзінше көкірекке тұра алмайды. Оны таңертең апарып қамап тастайды, сен қылмыс жасамадың ба? Неге сен ұйымдасқан қылмыстық топқа қарайсың деп мысалы. Мынаның барлығын істемей отырған Талғар ауданының құқық қорғау органдары шарасыз болып отыр ғой аға. Енді жалпы Талғар ауданының шарасыздығы жөнінде уже тәртіп орната алмағандығы жөнінде уже шешім алынды. Ауданның әкімі кетті, ауданның прокуроры кетті, ауданның басшылары кетті. Енді орнына келген жаңа басшылар бар ғой, жаңадан келген басшылар. Солар енді тәртіп орнатады деген үміт бар ғой халықта. Орнататын шығар енді, өйткені олардың қолында үлкен билік бар ғой, өте үлкен билік бар. Сондықтан олар тек қана оппозициямен ғана күресіп қана қоймау керек қой. Мысалға, олардың міндеті тек қана жаңа билікке қарсы адамдармен күресу емес, олардың міндеті сол мына өздеріне берілген ауданның көлемінде халықтың тыныштығын сақтау, халықтың бизнестің тыныштығын сақтау. Мысалға, мына кімнің жаңа Қаржаубайдың магазиніне жайдан жай келіп пиво ішіп, өтіріктен төбелес шығарып жүр деп адам мысалға олай да болуы мүмкін емес қой. Мысалға да кез келген магазинге барып өйтіп пышақтап жатқан жоқ олар. Мына жаңа Қаржаубайдың мінезін көріп отырсыз мысалға. Жаңағындай өте сондай қорықпайтын азамат та мысалға. Баласы да сондай қорықпайтын. Может, бұлар бұрын төлеуден бас тартқан шығар мысалға да. Қылмыстық іске мен қатысып отқан жоқпын, адвокатым емеспін да, мысалы жәбірленушілердің адвокаты емеспін, немесе сотталушылар адвокаты емеспін. Мен әрине тек қана болжам бойынша айтып отырмын. Менің қазір айтып отқан әңгімемнің барлығы мына әлеуметтік желіде өзімнің оқыған, естіген әңгімелерім да. Бірақ та енді бұл жерде сол әлеуметтік желіге жазылған жаңағы материалдардың астына адамдар талқылайды ғой, комментарийлер дейді ғой. Сол комментарийлердің барлығын саралап қарағанда халықтың 70-80% бұл қылмысты, жаңа Шерзаттың қылмысы, Шерзатқа өлтірген қылмысты, жаңа Қаржаубайдың магазині шабуыл жасаған қылмысты ұйымдасқан қылмыстық топтың Хуторскийдің істері деп айтады. Бұл жерде ол халық дейтін көпшілік, енді оның ішінде көпшілігі Талғардың адамдарының, мысалы журналистер барып сөйлетті, не қылды. Менің ойымша тағы да жаңа қайталап айтқанда, жер болмаса шөптің басы қимылдамайды. Мына сіз жаңа қойған сұрағыңызға айтатыным, жаңадан келген басшылар бар ғой, осы мәселеге өте көп көңіл аудару керек. Өте көп көңіл аудару керек. Қылмыскерлерді пайдалану, мысалға, өздерінің жеке мақсаттарына, мысалға айтайықшы, тыныштық сақтау үшін дейік мысалға. Сол кезде қылмыскерлерді пайдалану, ол ешқашандай жақсылық қалып бармайды. Егер де сен мына билік қолың таза болмай қылмыскерлерді пайдаланатын болсаң, өзіңнің жеке мүддеңе, тыныштыққа, сол поселкенің ішінде біреу оппозицияларға қарсы пайдаланып, анаған қарсы біреудің жерге дауласып жүрген, үйін өртеп жүрген, мысалға кішкене шалдарын. Ондай болатын болса, сол қылмыскерлерден
қылмыскерлер түбінде сені өзіңнің басыңды жарады. Тікелей жармаса да осылай міне шығып кетті ғой жұмыстан. Сол сияқты кетеді ертең олар да жұмыстан. Өйткені жалпы халыққа өздерінің жалпы халықтың тыныштығын сақтау, жалпы халықты әл-ауқатын жақсарту, халықтың мүддесін ойлау үшін бізде арнайы заңдар бар, арнайы қолдарында билік бар, арнайы бюджет бар, жағдайдың бәрі бар. Сосын тәртіпті сақтау үшін арнайы полиция қызметкерлері бар, прокуратура бар. Сен оларды пайдалан. Ал қылмыскерлерді пайдалану, мысалға биліктегі адамдардың халыққа ғана зиян емес, ол түбінде өзі де зиян болады. Ақылды басшы болатын болса, қылмыскерлерді маңына жолатпау керек. Тіпті қылмыскерлерді болдыртпау керек өзінің несінде. Ал олармен бірге жаңа өзіңіз көріп отырсыз ғой, охотаға шығып, әр жерде жүріп, әрқайсысының үйінде мысалға оларды пайдаланатын болатын болса, ол айналып келгенде сол басшының өзіне ертең жақсы болмайды. Мысалы ғана естеріңізде ме? Ана Құлмахановтың ағасы болды ғой, баяғыда әкім болып жүргенде, түрменің бастығы болды. Сол түрмедегі бандиттерді пайдаланып, адамдар тонады деп кейін қылмыстық іс қозғап қашып кетті ғой кісі мысалы. Сол кезде енді сол ондай жағдай не қазір жоқ деп ойлайсыз ба не? Қылмыскерлерді пайдаланады. Мына именно Талғардағы жағдайдың мына әңгімелерін халықтың тыңдап отырсаң, оны ақсақалдардың ішіндегі көптеген адамдардың жан айқайын тыңдап отырсаң мысалға, именно соған алып келеді. Келесі сұраққа көшейік аға. Елдің бәрі шулап, Шерзатты талқылап жатқан кезде Талғарда тергеу изоляторынан адам зорлады деген айыппен қамалған күдікті қашып кетті. Ең қызығы, қалай қашып кетті деп ойлайсыз аға? Кейін оны дрон арқылы тауып алып ұстаған видеосы тарады. Енді бұл халықтың назарын басқа жаққа бұру деп айтып жатқандар да бар. Солай деп ойлаймын. Мен де мысалға, енді бұл енді ол мысалға мен өзім білмеймін, следственный изолятор дегенді мен білем ғой, сіздер білмейсіздер. Мысалы мен білем тергеу изолятор деген не екенін. Я СИЗОның. ИВС-тің не екенін білем, жаңағы милицияның астында. Ол жерде адамдардың қашып кетуі мүмкін емес. Тіпті тергеу амалын алып келген адамды қашып кетуі мүмкін емес. Тергеу амалын алып келеді ғой адамдарды. Мысалға бір адамды 4 адам алып келеді. 4 адам алып келеді. Оның біреуінің қолында, мына жерде кісен екіншінің қолында байланып отырады осылай. Тұрмайды ана, даже қасына отырсаң да тұрмайды. Отырады, ана қолын кесіп алып кетпесең, ол жерден сен қашып кете алмайсың. Туалетке кірсе де бірге кіреді. Әйел адамға әйел адам жүреді қасында. Ер адамға ер адам жүреді. Тергеу изоляторынан қашып шығу дейтін бүгінгі таңда мүмкін емес. Тем более жаңағындай енді бізде қазір терминмен айтады ғой, педофил дейді ғой, енді ондай жас балаларға қарсы заң. Ол баланың мен қылмыскер деп айтып жатқан жоқпын, сот болған жоқ, бірақ та именно сондай айыппен тағылған адамды олар дейтін қатты күзетеді. Сондықтан ол жерде енді маған енді әрине мен соны айтқанда күлдім. Және ол ұсталғаннан кейін де жаңағы донмен ұсталып алып шөптің ішіне жатқан, оның барлығы бір жаңағы сіздер айтып отқаныңыз маған келеді. Адамның қоғамның көңілін аудару басқа неге көңілін аудару. Сондай болып көрініп тұр да, өткен себебі менің ұғымымда, мысалға менің ұғымымда следственный изолятордан қашып кету ол мүмкін емес. Мысалы Ақтауда қашты ғой, тергеу следственный изолятордан түрмеден қашты ғой, жаңағы нелер. Онда қалай қашты? Вышкада тұрғанда атып өлтірді. Кілең автоматпен қаруланып жаңа ваххабистер. Бәрін атып, қырып, жойып, үйті артқа жазаған жоқ, сол күн ертесі күн олардың бәрін қырып салды. Мысалға да, енді анандай тапа-тал түсте 4 милиция қасына отқанда бәрінің көзін байлап қойып қашып кету ол мүмкін емес. Және ол қашып алып үйіне дейін жету де мүмкін емес. Сол шықтың ба сен сол бойда тек блокировать етпейді айналаның барлығы, ешқайда кете алмайды ол. Ориентировкасы бар, кім екені белгілі. Оның үйіне барып шөптің арасында тұрғанын дронмен тауып алады деген барлығы былай қарап отқанда әрине күлкілі нәрсе. Көреміз енді ана адамдарды сотталады деп жатыр ғой, жаңа ұста халаттың іспен сотты. Егер де олардың бәрі шынымен сотталып болса, көрейік. Шынымен де егер де былай болуы мүмкін. Енді ана баланың қылмысы өте ауыр қылмыс. Ең аз дегенде 20 жыл алатын қылмыс. Мүмкін оның тумаластары, мысалы, мен басында ондай да ой болған мені. Енді қарайған мыңдаған ақша, миллиондаған ақшамен құрсын енді ана баланы бостамасқа 20 жыл ату жазасы, енді мәңгілік түрмеге кетіп қалуы мүмкін. Қазір сөйтіп жатыр, қатайтып жатыр ғой. Сондай болмасын деп сатып алып коррупциямен шығып кетті деп ойлайсың ғой. Бірақ өйтіп шығарып алған адам болса, оны бірден асырып жібереді ғой. Оған дайындалады ғой. Бұндай жерде менің ойымша ондайға да келмейді. Бұл жерде менің ойымша жаңағыдай қоғамның көңілін мына осы оқиғадан аудару,
дегенге мысалға мен солай деп ойлаймын өзім. Түсінікті аға. Шерзаттың өлімінен кейін күдікті ретінде алғашқыда 7 адам ұсталды. Сол кезде әкесі 13 адам болу керек деп дабыл қақты. Халық шулады, кейін күдіктілер саны 11 адамға жетті. Мұның бәрі әлеуметтік желідегі ішкі істер министрлігіне жасалған халықтың қысымымен байланыстырсақ бола ма? Негізінде сотқа дейінгі тергеуде сотта ол негізінде тек қана заңға бағыну керек қой. Ешқандай халықтың қысымымен анау-мынау деген болмайды мысалға. Бірақ бізде соңғы уақытта сондай жаман тенденция қалыптасып келе жатыр. Мысалға Бейшенбаевтың сотын алып келетін болсақ, мысалға Бейшенбаевтың соты мысалға 24 жыл алатын, 24 жыл беретін қылмыс жасаған жоқ ол. Мысалға. Енді сол мына қоғамдағы үлкен резонансқа байланысты оны 24 жылға соттап жіберді. Енді сол соның судьяны да мақтап жатырмыз, сол күшті соттады деп, прокурорды да мысалға оған кеше құрмет орденін беріп жатырмыз. Ал егер де шындығына, егер заңның тікелей заңға қарайтын болсаң, адам өлтірудің де неше түрлі жолы бар, несі бар. Мысалға жаңағы айтып отқандай бұзақылықпен өлтіру, адам заказбен өлтіру, семьялық жағдаймен өлтіру. Енді оны мен әрбір іске оған араласайын деп отқан жоқпын, бірақ та мына қоғамдағы резонансқа байланысты заңсыз соттау дейтін де бізде қоғамда қалыптасып қалған. Енді мына жерге келетін болсақ, екінші жағы бар сосын. Екінші жағы жемқорлыққа байланысты негізгі қылмыскерлерді шығарып жіберіп, мысалға, жемқорлық болсын, болмаса прокурордың інісі болсын, мысалға, или тергеушінің бір інілері болса, мысалға ананың ішінде, соларды шығарып жіберіп, 7-8 адамды алып қалып, қалғанын құтқарып жіберетін екінші тенденция да бар. Енді егерде мен мына жерде, енді әрине мен тергеуге қатысып жатқан жоқпын ғой. Бірақ та енді менің ойымша, оларды қамаса, сот санкция берсе, тергеу, значит, оларға қамауға не бар, негіз бар. Яғни адамдардың қылмысқа қатысы бар. Қылмысқа қатысы болмаса, оларды тек қоғам айтты екен деп ұстау дұрыс емес. Ал егерде қылмысқа қатысы болып, оларды шығарып жіберу де дұрыс емес. Сондықтан бұл жерде сотқа дейінгі тергеу амалдары дұрыс жүру керек, заңды жүру керек. Сосын мына жәбірленушінің адвокаттары өте күшті жұмыс жасау керек. Ештеңеден қорықпау керек. Жаңағыдай сіздерге мысалы қазір мынандай сұхбат беруден бас тарту олардікі дұрыс емес. Заңның шеңберінде айту керек қоғамға. Өйткені мына қоғамның қадағалауы бар ғой, әсіресе журналистердің қадағалауы жәбірленушілерге керек. Өйткені жәбірленушілер бұл жерде адам өліп отыр оның үстіне. Еще жаңағындай бұларға бір жаманатты сөздерді бұларға жапқысы келеді. Жаңағындай өздері кінәлі екен, өздерін соттау керек деген. Өздеріңіз ойлап көріңіздер, 16 жыл маңдайынан сипап отыр, баққан жаңа үкілеп бағат дейді ғой қазақтар. Өзінің құйтақандай сәби өліп, қайғыдан қан жұтып отқан адамдарға олар сендерді соттау керек, өзің кінәлісің деген, ол қандай сөз? Яғни балаңның өліміне сен кінәлісің деген сөз ғой әкесіне. Ондай жерде адамдардың жүректері шыдамай кетеді ғой мысалға. Біз осы кездерде оларды кім қорғау керек? Оларды қорғау керек адвокаттары. Адвокаттары оларды тек қана заң бойынша ғана қорғап отыру керек, мен ештеңе айтпаймын деп. Олар жан тәнімен беріліп, жаңа ғана Қаржаубайдың несіне кіріп, жаңағы ішкі сезіміне, ана баласы өлген Қаржаубайға шынымен жан ашып, сол Қаржаубайдың құқығын кез келген жерде қорғау керек. Ақпарат құралдарында да қорғау керек, әлеуметтік желіде де қорғау керек. Заңның аясында, шеңберінде жаңағындай. Ешқандай заңды бұзбай отырып та қорғауға болады. Яғни сол кезде айтайын дегенім сіздің сұрағыңызға. Егер де заң бойынша өздеген адвокаттар біліп отыр, қылмыс жасаған адамдар қылмыстан жалтарып кететін болып жатса, оларды ана адвокаттар міндетті түрде қоғамға айту керек. Жалпы жауабыңызға рахмет аға. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Сізге де рахмет. Өздеріңіз көріп отырғандай ағымызда Талғар қаласының полиция департаментінің бірнеше заң бұзушылықтарын айтты. Күш есіктен кірсе, әділдік түңіліктен қашады деген сөздің тура өзі. Халық неге полицияға сенбейді деген сауалға осы оқиғалар толық жауап берді. Әрине, бұл сөзім барлық құқық қорғаушылар жаман немесе жұмыс істемейді деген сөз емес. Бірақ Талғар полициясы қазақ полициясының атына кір келтірді. Мәселен, Шерзаттың ісіне қарасақ, бізде журналистерде ғана емес, халықтың көкейінде бірнеше сұрақ бар.
Біріншіден, оқиға орнына құқық қорғау органының кезекші бөлімі неге кешігіп келді? Бақ өкілдеріне берген жауабында 10 минут ішінде болды делінген, бірақ сол жерде болған тұрғындар кешігіп келгенін айтты. Біріншіден, жергілікті полиция 3 күн өтсе де ешқандай шара қолданған жоқ, және неге бәрін жасырды? Сонда сіздер жауап беру үшін халық митингке шығып, әлеуметтік желіде міндетті түрде шу көтеру керек па? Үшіншіден, біз неге әлі күнге дейін ұсталған күдіктілер жайында ештеңе білмейміз? Бұл істің ашылуын неге тездетпейсіздер? Әлде өз-өздеріңізге қарсы шығамын деп қорқасыздар ма? Хутор қылмыстық тобының крышасы кім? Айта берсек, сауал көп. Сөзімнің соңын мына бір сұрақпен аяқтайын. Сіздер бандыны қорғасаңыздар, халықты кім қорғайды? Сіздермен болған Ел дауысы YouTube арнасы және мен Талаптан Иманбай. Лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Жақсы күндерде жүздескенше.